Қызықты мамандықтар жайында көп білгің келе ме? Бірақ сұрауға ыңғайсызданасың ба? Онда сұрақтарды сен үшін біз қоямыз. Жақсылап жайғас. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нұр-Сұлтан қаласы Рыскелді Қажы мешітінде наиб имам қызметін атқарудамыз. Молда енді бұл негізгі егерде дәл мағынасын алатын болсақ, бұл ғылыми деңгей, яғни профессор дейміз ба. Ал имам деген бұл қызмет, бұл должность, яғни алда тұрушы, жауапты кісі деген мағыналарды білдіреді. Бұрынғы уақыттарда енді имам деп аталып жүрді, бірақ өте сирек, өте аз. Барлығында жалпылама молдекең деп айтылып кеткен. Енді қазіргі таңда мешіт болғаннан кейін оның бас имамы болады, яғни әр нәрсеге жауапты. Енді одан кейін наиб имамдар болады, сол бас имамның көмекшілері. Сондықтан да имам ол қызмет, молда ол егерде былай алып қарасақ, ол деген ғылыми дәреже. Намаз бұл Алла Тағалаға жасайтын құлшылық, ибадат болғаннан кейін оның тәртібі бар, оның жаңағыдай парыз бар, уәжібі, сүннаты бар. Сондықтан да бірінші ниет еткеннен кейін ең бірінші ифтитахты акбар, яғни Аллаху акбар деп қолды құлақ тұсына бармақты көтергеннен кейін, тигізгеннен кейін Аллаху акбар деген сөз айтқаннан кейін бұл дүниенің барлығын тәрк етуге тиістіміз, ұмытуға тиістіміз. Бірақ осы намаз үстінде әртүрлі ой салатын, әлде бір нәрсені жаңағыдай еске салып жіберетін шайтан алейхилағнаның өзінің азғыру әсері осы жерде. Демек, намаз оқитын адамға осы намазға кіріспестен бұрын бір Аллаға тәһлил айту, Алланы мадақтау, пайғамбарымызға салауат айтса, намаздың үстіндегі оның ойлары бұзылуына, әртүрлі ойлар келуіне жол болмайды. Кейде асығыспен Аллаху акбар деп намазға кіріп кетсе, жаңағыдай басы Алланың алдында тұрмын, хушухпен, яғни Алладан қорқуменен оқитын адам, оған басқа ой, басқа бір нәрселер еске түспейді, бірақ дегенмен соның өзінде азғыру үстінде болады. Себебі Аллаға сол уақытта адам имам болсын, қарапайым намазхан болсын, Алланың алдына барып тұрады. Жаратушының алдында тұрғаннан кейін адам бүкіл ойды, дүниені, проблемасын қалдыруға тиісті. Бұл жарықтық келе беретін нәрсе, яғни шайтан алейхилағна қолын қусырып отырмайды, ол да азғырып отырады. Ең болмағанда жаңағыдай намаздан шатастырайын, тура жолмен жүр, өсек айтпайды, өтірік айтпайды, жаңағыдай күнә істемейді, намаздың үстінде намазды асықтырайын, шатастырайын, ұмыттырайын деген жаңағыдай бар, жаңағыдай қызметін жасауға сол жерге тырысады. Сондықтан да Алланың алдында тұрғаннан кейін, хушухпен оқығаннан кейін адам өзі жаратушының алдында тұрған күйді сезінетін болса, ол анау ойлар келмейді. Бұл жердегі енді қараңыздар, бұл жерде ер азаматтың рөлі өте үлкен. Ол келіншегін сыйласын, құрметтесін, бірақ осы жарық дүниеге алып келген анаға құрмет, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатқан жәннат аналарының аяғының астында дейді. Сондықтан да баласы, келіні өзінің анасына, жаңағыдай өзінің енесіне қандай құрмет көрсететін болса, өсіп келе жатқан балалар тура соны істейді. Я болмаса одан артық істейді. Ал енді құрметсіздік көрсететін болса,
онда өсіп келе жатқан балалары өзінің балалары одан бетерін одан да жаңағыдай қосып тұрып жаңағыдай қиындығын туғызып береді. Бұл енді уақыт соны көрсетіп жатыр. Оның қаншама кісілердің жаңағыдай осы қазіргі таңда көріп жатқанымыз жай ғана 2019 жылдың статистикасын алатын болсақ 78 мың бір нәрсе бір жылда отбасы құрылған екен АХ бөлімі арқылы. Енді 2020 жылдың басында 56 я 58 мың жұп ажырасты. Өкінішке орай, 3-тен 1-і ғана қалып отыр. Яғни отбасы институты болмағаннан кейін бұл жерде қиындау. Яғни ер адам келіншегіне бірден анасын өзі сыйлауға тиісті, келіншегіне де айтуға тиісті. Бұл менің анам. Бұның жаңағыдай құрметі басқасы бірінші орында болады. Ертең балаларымыз сені де тура солай құрметтейді деп. Сондықтан да осыны егер де қазіргі жастар білетін болса, соған дайын болатын болса, ол семья өте мықты болады. Өте берекелі болады. Басқаға эталон, басқаға үлгілі болады. Жалпы енді Дәуіт пайғамбарды алатын болсақ, ол кісі құлшылығы әнмен болған. Бар құлшылығы Аллаға жаңағыдай шүкіршілігі, рахметі, және де Алла Тағаланың Дәуіт пайғамбарға берген сондай бір қасиеті, ол мынау сол құлшылығын жасаған уақытта айналадағы тау, тас, жәндіктердің барлығы да қосылып Аллаға не істеген, жаңағыдай қосылып тұрып Алланы зікір еткен. Енді біздің қазақтың ұлылары не дейді? Абай атамыз әннің есері бар, естісі бар. Демек, қазіргі таңда мәселен нашидті, Алланы мадақтайтын өлеңді айтатын болса, я болмаса жаңағыдай терме ретінде келтіретін болса, онда тұрған ешқандай қайшылық жоқ. Ал енді жаңағыдай ауыр рок бар, жаңағыдай басқа жаңағыдай адамның мазасын, адамның көңілін аулайтын, Алладан алыстататын музыка, бұның барлығы да тыйым салынған нәрселер. Бізде бір әйеліміз бар, Құдай берген, Алла Тағала нәсіп еткен, Алланың жазуы, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде қалағанды қосады, қалағанға ұрпақ береді, яғни балашаға қалағанды бедеу қылады дейді. Сондықтан да жалпы шариғатта Құран-ы Кәрімде Алла Тағала 2-ін, 3-ін, 4-ін алуға рұқсат береді. Одан кейін сол аятта нүкте тұр, нүктеден кейінгі сөйлемді көбісі оқымайды. Яғни әділдікті сақтай алмасаңдар, аяттың жалғасында айтылады. Онда сол біреуіне қанағат еткендерін әлде қайда сіздер үшін хайырлы дейді. Себебі әділдік сақтау керек. Әділдікті сақтау керек. Әділдікті сақтай алмасаң, ертең қияметте сұрауың бар. Жалпы құлшылығымыз араб тілінде Фатиха сүресі, Ихлас сүресі, одан кейін дұғалар, Алла Тағаланың дінді шығарған жерді, Алланың құдіреті, Алланың қалауы өте күшті. Пайғамбарды сол арабтардың ішінен Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға Хотумул Анбия, ақырғы пайғамбар қылып бекітті. Араб тілінде Құран түсті. Иншалла ертең қияметте де арабша сұрау алынады. Ендігі ол білмеген адам қалай жауап береді деген сұрақ туады. Алла Тағаланың қалауымен ол жауап береді. Ал енді араб тілінен аударған уақытында мағына толық болмайды, кәміл болмайды. Сондықтан да арабша оқуға тиістіміз, себебі арабша жасаған құлшылықтың ауқымы,
жаңағыдай Алланың біріншіден қалауы сол, екіншіден қазақшаға я болмаса басқа тілге аударсақ, оның мағынасы ондай толық болмайды. Әрбір адамға намаз міндет етілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қызы Фатимаға айтады: Фатима, айналайын, мен сенің әкең бола тұра, намаз үшін сен Құдай алдында өзің жауап бересің. Намазыңды дұрыстап оқы, уақытында оқы, оразаны уақытында ұста. Мен сенің әкең пайғамбар бола тұра, әлемдерге мейірім қылып жіберілген ақырғы пайғамбар бола тұра, намаз үшін мен сен үшін жауап бере алмаймын дейді. Сондықтан да намаз ол кез келген адамға парыз. Ол атасы қари болса, атасы ғалым болса, атасы тағы да бір атақтарға ие болсын, беделді болсын, қожа болсын, тағы да төре болсын, кім болса да, Алла Тағаланың дәргайында қазір біздерде сондай бір бұл қожалар ғой, оларға кешіріледі деген кейбір кезде сондай сөздерді айтылады. Бірақ шариғат ашық анық дінімізде айтылып отыр. Әркім намаз үшін жауап береді. Атасы намаз оқыды ма, атасы қари болды ма, ол өзі үшін, қарабасы үшін жаттады Құранды, намазын оқыды, құлшылығын жасады. Ал енді оның немересі, баласы, ол да, ана қазақ айтады ғой, түйенің өзі түйе болғанымен құмалағы түйе емес. Сондықтан да намазды кез келген адам оқуға тиісті. Біздің қазақта қашаннан да өзі кимешек деп аталған. Кимешек деген не нәрсе өзі? Дене бітімін жабатын нәрсе. Оны енді қазіргі таңда араб сөзін алатын болсаң, сонда хиджаб болып шыға келеді. Кез келген осы 50 жылға дейінгі фотоларды көріңіз. Кез келген ескі киноны көріңіз. Қазақи киінген кимешек барлығы да хиджабпен тұр. Хиджаб деме, кимешек де. Бірақ егерде жай ғана тарихымызды алып көрсек, балиғатқа толды ма, кимешек киетінді. Ұзын етек, ұзын жең, бұл қазақтың қызы үшін, мұсылман үшін міндет уәзипа. Себебі Алланың мойындаған, дінді ұстаған ата-бабамыз қоса өзінің жаңа дәстүріне, ғұрпына сол киімді де, жеп-ішу әдебі де, қонаққа бару, қонақтан келу барлығы да осы дәстүрмен біте қайнасқан ғой. Сондықтан да кимешек деп айтуға болады. Бұл енді бір алып қарасаңыз, әдейі шығарылған сөз сияқты. Бірақ дегенмен имамның, яғни молданың істеген нәрсесін сіз істей алмайсыз. Сіз себебі ұстанбайсыз ғой. Сондықтан да сол жағынан айтылған сөз. Бірақ халық оны басқаша түсінеді. Ал жалпылама алып қарасаңыз, молданың айтқан істе, істеген істеме. Яғни сен айтқанын істесең, істеген істей алмайсың. Таң намазға тұру, жаңағы үнемі дәретпен жүру, Құранды көбірек оқу, қолынан тахаджуды бар, түнгі намазы, қосымша оразасы бар. Оны істей алмайды ғой халық. Сондықтан да молданың айтқан істе, істеген істеме деген сөз осы. Бұл енді әркім өзінің түсінігіне қарай шығар. Дегенмен Құран-ы Кәрімде, жалпы дінімізде Алла қалаған кісіге, жақсылықты қалаған кісіге оған діннен хабар береді. Яғни немесе жаңағыдай діннің білімін нәсіп етеді дейді. Кімге жақсылықты қалайтын болса. Сондықтан да бір кездер болды рас, жаңағы оқи алмайтын болса, мектепте жаңағыдай 3-ке оқитын болса, ара тұра 4 алатын, яғни сауаты шамалы, әйтеу баланы оқыту керек қой.
Одан қалда кейде ұстаздар айтатын еді бізге, енді не істейміз ғой, шәкірт тәрбиелейміз, оқытамыз. Сол кезде жаңа үлкен ұстаздар айтады, медресеге сау баланы жіберіңіздер, түс көретін, жаңағыдай ондай балаларды жібермеңіз, ертең халық алдында ол қалай қызмет атқарады. Әрине ол ата-анасына эпилепсиясы бар, жаңағыдай тағы да бір ауруы бар, түс көретін бала мешітте жүрсе, ол тыныш жүреді. Ал енді сондай бір нәрсе, ол дегенмен имамдық қызметке лайықты емес, шарт бойынша ол өтпейді. Себебі ақыл есі бүтін болуға тиісті имамдыққа шыққан адам. Сондықтан да бұл жерде ол тенденция болды, бірақ қазіргі таңда Құдайға мында бір қатта шүкір, кез келген медресеге барған уақытта тест бар, емтихан бар, соның барлығын өтеді. Шет мемлекетке барам десем, оның емтиханы одан да қиын. Сондықтан да сол емтиханды және де мысалы Нұр-Мүбарак университетіне 120 бала алған, 119 бала алған баланы бірден қабылдайды мысалы. Демек, жақсы оқыған бала ол діни оқуда да алда болады. Жаман оқыған балаға бұл дін саласында, яғни оқуда оған да қиындау болады. Сондықтан да қазір білімнің заманы болғаннан кейін кім қаншалықты көп біледі, соншалықты соған құрметті, қызметті, басқа да соған нәсіп етеді. Қазақстанда енді медреселеріміз бар, 3 жылдық барлығы да. Жоғары оқу білім алу үшін Алматы қаласында Нұр-Мүбарак университетіне 4 жылдығы бар. Одан кейін магистратурасы бар, докторантурасы бар, сол Нұр-Мүбаракта. Сондықтан да Алланың дініне қызмет етемін, елге қызмет етемін деген жастарға осы әуелі медресеге барып, я болмаса бірден сол Нұр-Мүбаракқа түсу, Нұр-Мүбаракқа түсудің өзі қазіргі таңда бірден талабы өте күшті. Сондықтан да егер де жаңағыдай ешқандай білім болмайтын болса, онда Нұр-Мүбаракқа түсу қиын болады. Онда медреседен бастайды. Медресе 3 жыл, 2 жыл 9 ай. Соны оқу керек, диплом беріледі. Одан кейін жаңағыдай қаласа жалғастырады. Мысалы, медресені 3 жыл бітіргеннен кейін Нұр-Мүбарактың 2-ші курсына түседі. Ол жерде 3 жыл, сонымен 6 жылдың ішінде жақсы маман болып шығады. Қаласа 2 жыл магистратурасын қосады. Сондықтан да бұл жерде әркімнің таңдауы. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы бекітілген жаңағыдай соған несі бар, деңгейі. Сол бойынша ауылдық жерде мынадай, аудандық жерде, қалалық жерде, облыстық деңгейдегі жалақы соған байланысты. Оған қоса әрине мешіттің жағдайы жақсы болатын болса, яғни ол жалақыны бере алатындай, көтере алатындай болса, діни басқарманың рұқсатыменен берілетін нәрсе. Бірақ діни басқарма осының барын қадағалайды. Қазіргі таңда мысалы командировкаға іс-сапармен шығып кетеді. Командировкасында беріледі мысалы. Сондықтан да ол қандай деңгейге дейін көтерілу, үнемі жолда болсаңыз, әрине сәл көбірек болады. Ал енді өзі муфтияттың белгіленген жалақы бар өзі. Жалпы медресе бітіргеннен кейін, жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін ол маманды тәжірибе алу үшін аудандық мешітке жіберу мүмкін, қалалық мешітке жіберу мүмкін. Ол жаңағыдай бірінші азаншы бола ма, яғни бірінші баспалдағы, одан кейін жаңағы ұстаз бола ма, одан кейін жаңағыдай наиб имам бола ма, одан кейін бас имам,
Сондықтан да ауылдық деңгейде, аудандық деңгейде, одан кейін қалалық, одан кейін облыстық осындай мансаптар бар. Одан кейін муфтияттың өзінде де жаңағыдай діни басқарманың өзінде де әртүрлі бөлімдер бар. Ол жерде де қызмет атқарылады. Сол уақытқа дейін жаңағыдай сол дәрежеге дейін өсе алады. Бас муфтиге, наиб муфти, одан кейін бас муфтиге де көтерілу мүмкін. Ол үшін бірақ біраз оқу болу керек, біраз тәжірибе болу керек, жан-жақты ол кісі болуға тиісті. Өз басыма барлығы ұнайды. Таңдауым да осы, қалауым да осы. Имам адам негізінде өте сабырлы болуға тиісті. Пайғамбарымыздан сол сабырлықты көп өзіне үйреніп, жаңағыдай пайғамбарымыздың өмірінен көптеген қарсылық, зұлымдық жасаған кісілерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тек қана мейірімділік танытқан. Сондықтан да қазіргі таңда да имамдық қызметін таңдаған болатын болса, ол жерде сабырлық керек. Ол жерде ең басты сабырлық керек. Сондықтан да қазақ айтады, сабырдың түбі сары алтын дейді. Мұсылман адам жалпы сабырлы болуға тиісті. Ал имам болсаң, онда сабырлының сабырлысы болуға тиістісің сен.